Амансыз ба оқушыларым? Мен бүгін сізге ескертпе түзген едім, соны айтпай сүйемін. Әр заманда, әр жылда ноғай тілден олимпиадалар өтеділер. Сол олимпиадаға әзірлік көрген заманда, сосы мен әзірлеген кішке құлық сізге бек пайдалы болар деп ойлаймын. Олимпиадаға әзірленуде кішке көмек болар деп сенемін. Мұнда мен айтамын сізге орыс тілде, ноғай тілде сөздер. Неологизмдер десек, ол бізде жаңа сөздер болады. Архаизмдер ескі сөздер. Неге десе деген тіркеуіш тек қабатлы емада қолданылады. Монолог бір адамның сөзі, диалог екі яда екіден артық адамның сөзі. Ноғай тілінде 37 әліппесінде 37 әріп бар. 22 тартық, 13 созық әріп. Оның 9 асыл ноғай сеслер бар, соны да біз білмей керексізді ойлаймын. Сөз бірігуінде бір сөз ершен болады, бір сөз ертуші болады. Оны да білмей керексіз. Бас сөзде ершен сөзге сорау салынады. Емалар қайда болады? Емалар хабар, сорау, тауыслау болады. Хабар емадыңызына точка саламыз, ноқта, сораудыңызына сорау белгісін, тауыслау белгісін саламыз восклицательный емада. Хабар, сорау, тауыслау, повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Емадың негізі деп айтамыз подлежащее мен сказуемого. Емадың ершен мүшелері айырғыш, толтырғыш, әл. Айырғыштың сораулары қайды, қайсы, неше, нешінші. Толтырғыштың сораулары кімге, неге, кімді, неді, кімнен, неде, кімде, неде, кім ақында, не ақында. Әлдің сұраулары қалай, қайтып, қашан, қашаннан алып, қашанға дейін. Емалар қысқа, ұзын боладылар. Өзінде подлежащий мен сказуемеден басқа ершеншелер болған ема ұзын ема деп аталады. Қысқа емада тек подлежащий мен сказуеме болады. Бір тұқымлы мүшелі емаларды сіз білмей керексіз. Бір тұқымлы подлежащийлер болады, бір тұқымлы сказуемелер, айырғышлар, толтырғышлар, әллер. Үндеу емес, үндеу ол обращение. Үндеу еманың басында, ортасында, ұзында келмей болады. Мысалы, анам, мен бүгін ноғай тілдерсе 5 алдым. Анам деген үндеу еманың басында келген. Мен бүгін анам ноғай тілден 5 алдым десек, анам деген сөз үндеу келген еманың ортасында. Мен бүгін 5 алдым, анам десек, еманың ұзында келген үндеу, обращение. Үндеуден соң дайымда біз саламыз запятая, оны есіңізде тұтыңыз. Қабатлы емалар, ішіне кірген қабатсыз емалар өз ара тіркеушілерімен байланадыр. Ама, неге десек тек. Яғни тіркеушілер келерлер. Тағы да месіге әзірледім. Тура сөз, ол бізде прямая речь еді. Косвенная, қия сөз, ол косвенная речь. Тура сөз еманың басында, ортасында, ұзында келеді. Диалог, екіден артық адамдардың сөйлеуі, диалогта авторның сөзі болмайды. Ноғай тілде қатты созықлары болады, жұмсақ созықлары болады. Балалар, ноғай тілде қатылық белгісі, твердый знак, тек н әріпіне салынады. Біреулер жұмсақ белгіді к әріптен соң елденді, елгезерденді, ұлыдан соң саладылар жұмсақ белгісін. Ол бізде икон жаңылыс деп саналады. Оны салмаңыз тек 3 жерде бізде салынады жұмсақ белгісі. Қатылық белгісі салынады тек н әріптен янда. Таң, шаң, аң, заң, айтсаң дегенде н-нен салынады. Енді мен сізге айтпа сүйемін, емалы сөздер боладыр, біз білмейміз амонимлерді, антонимлерді, синонимлерді. Синонимлер олар бізде жоқ мәнелі сөздер. Амонимлер бірде айтылатаған, бірде yazılaytağın ama mənəsi başqa, антонимлер олар бізде қарсы мәнәлі сөздер.
Оларды біз есімізге дайынды алмарыз олимпиадаға әзірленген заманда. Тек тамырдан түзілген сөздерге асыл сөздер деп айтамыз, қосымшалар қосылса, ясалма сөздер боладылар. Байыр ем ортақ атлар. Бұда бізге керек. Байыр собственные, ортақ нарицательные. Предметтің белгісін білдіретін сөздер, олар сыпатлар боладылар. Сыпатлардың ақында да біз көп сөйлейміз, олар біздің тілімізді сыпай етеділер. Сыпатта сіз білмей керексіз, үш теңлестіру өлшем бар. Теңлестіру артықлық, кеміту. Сыпатлар ясаладылар атлардан дәмсіз, қысқы, дәмсіз деген сөздер. Дәм, дәмсіз, қыс, қысқы. Глаголлардан ерін, еріншек, мақтан, мақтаншақ. Наречиялардан бүгін, бүгінгі, түнегін, түнегінгі, төмен, төменгі. Сыпатлардан қызғылт, ұзынша, көгілдім, ағылжыр. Предметтің санын білдіретін сөздер. Білмей керек, сан атлар болады. Числительные. Санатлар екі түркімге бөлінеділер. Түп сан, тізім сан. Түп сан сұраулары неше көп пе, тізім сан, нешінші деген сұрауға жауап болады. Істің яда белгінің белгісін білдіретін сөздер, түрленбейтін сөздер наречие деп аталадылар. Олар қалай, қайда, қашан деген сұрауларға жауап боладылар. Наречиелерде 4 түркімге бөлінеділер. Қайда, заман көрсетеді, қашан, қарарлау, не, қадір. Сіз білмей керексіз, олимпиадаға әзірленген заманларда глаголдың жоқлық сұрау кебі де бар. Жоқлық сұрау кебі өзінің байыр мәнісі болмай қабатлы глагол, яда қабатлы сказуемый ясауға ярдам етедіған глагол, ярдамшы глагол болатанды білмей керексіз. Шарт наклонениеде глагол істің болаяғын, яда болмаяғын білдіреді. Таңла қар яумаса, біз жолланаяқпыз. Таңла яңбыр яумаса, біз экскурсия бараяқпыз. Өзінде глаголдың сыпаттың белгілері болған глаголдың айыр кебі сыпат глагол деп айтылады. Сыпат глаголлардың үш заманы бар. Жырлаған, жырлай атырған, жырлаяқ. Үш заманда айтылады. Бірінші кеп әлі глаголдың тамырына үп қосымшалар қосылуынан ясалады. Екінші кеп әлі глаголдың тамырына же қосымшалар қосылуынан ясалады. Мысалы бара-бара, келе-келе, ойнай-ойнай. Үшінші кеп әлі глаголлардың тамырына қанша кенші деген қосымшалар қосылуынан ясалады. Дөртінші кеп әлі глаголға ғанлай кенде, қанлай кенде, ғанда кенде деген, қанда кенде деген қосымшалар қосылуынан ясалады. Барғанда, барғанлай, келгендей. Тіркеушілер, бұл союзы орысша айтқанда да, союзы тіркеушілерді біз білмей керекпіз. Қайда болады тіркеушілер? Жию тіркеушілер. Мен сізге айтайын, олар қайда екен? Тағы, да, де, та, те, жию тіркеушілер. Бөлу тіркеушілер. Я, де, не, бір. Айыру тіркеушілер. Амма деген тіркеушілер болады. Айырады, айыру тіркеушілер. Ертушен тіркеушілер белгі неге десе. Егер байлаушылар ман, мен, пан, пен, бан, бен, үшін, сайын, тамаған, шақлы, ақында, қадір, көре, дейім, басқа, бері, соң болады байлаушылар. Сыпат атқа айланады, егер байланған аты айырылса. Янда ат болса, мысалы ол айланма болады. Сөз бірігуі толы мәнеді аңлатады. Көрсету ауыстарды білмекпіз. Ол, сол, бұ, ондай, мұндай, сондай, сосындай, анау, мынау, анаудай, мынаудай. Указательное местоимение. Сұрау ауыстылар вопросительные. Не, қайсы, неше, нешінші. Белгілеу ауыстылар әрбір, бәрі, бәрісі, біреу. Белгісізлік ауыстылар кімді, не затты біреу, қайдайды біреу, қалайды біреу, қайбір. Жоқлық ауыстылар ешкім, еш біреу, ешбір,
ешбіреуді. Өзілік ауызлар мен, сен, ол, біз, сіз, олар. Тағы да айтпа сүйем балар, оқушылар, біз 5 класстан алып грамматикады 9 классқа дейін оқимыз. 10-11 класстарда ноғай грамматикасы жоқ, сонымен тамамланады. Соның ішінде 1 класстан алып 9 классқа дейін біз ноғай тіліміздің грамматикасын әру білмеге керекпіз. Мен бек сенем, біздің еткен кішке қысқа деріслеріміз сізге пайдалы болар деп. Сау болыңыз. Емешікпен көрсек, әр заманда аман бол.